Уа Тәңірім, өзің жайлы хабар берген тілді азапқа душар етпе. Өзіңді танытатын білімге қараған көзді азапқа душар етпе. Уа адамдар, бұл дүниеде өздеріңе берілгеннің бәрі қу тіршіліктің болмашы, бұйым боқшасы мен өткінші сән салтанаты ғана. Ал Алланың сендер үшін сақтаған ақиреттік сый-сияпаты болса, әлде қайда қайырлы һәм мәңгілік. Әлі де ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Шүбәсіз, қайсы бірің намаз оқыған уақытында Раббысымен тілдеседі. Сондықтан да әдеппен сөйлессін. Әдептілік, ар-ұят адамдықтың белгісі. Тұрпайы мінез, жатқылық надандықтың белгісі.